Қайырлы күн, құрметті Теміртау қаласының тұрғындары. Енді осы екі күнде бүкіл жүйелі біраз халықтың сұрақтары туындап жатыр. Мынау бізде бәріңізге мәлім, Теміртау қаласында металлург даңғылын реконструкция жұмыстары жүргізуде. Бұнда жоба жасалынады. Жоба мемлекеттік экспертизадан өтеді. Мемлекеттік экспертизада алынатын тал, жойылатын бордюр, орнына ауыстыратын бордюр, салынатын жол, ол қандай болу керек, сапасы қандай болу керек, соның бәрі жаңағы жобада бәрі көрсетіледі. Бүгінгі таңда Талис сауда үйінің алдындағы 7 талды алғаны, ол да жаңағы әр мекеме оны жоба бойынша жаңағыны талдарды кесер алдында өтініш бойынша біздің ЖКХ бөліміне өтініш береді, өтініш арқылы. Содан одан жаңағы келісім алады. Ол келісім алғанда